тұрған жерінің тарихына, өзінің дәстүрлеріне тереңірек үңіліп жатыр. Суретші шығармашылығында бір тақырыпқа қайта-қайта оралу ол қалыпты жағдай. Әр ұлттың баласын бауырыңа басу үшін бір даналық жеткіліксіз. Ол үшін сенің жүрегіңде мейірім болу керек. Армысыздар, бұл Қаламарт жобасы. Эфирде Дархан Кәрім. Бүгін біз Қазақстандағы мүсін өнерінің дамуы мен мүсінші, суретші Данияр Сарбасовтың шығармашылығы жайлы айтамыз. Данияр Сарбасов, мүсінші, заманауи суретші, халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты, Қазақстан Республикасы суретшілер одағының мүшесі. Студияда қонағымыз Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының аға оқытушы, өнертанушы Ыдырыс Зухра Асылбекқызы. Қош келдіңіз. Бағдарламаны бастамас бұрын біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір жазып кетіңіздер. Сіздің қолдарыңызды күтеміз. Зухра Асылбекқызы, жалпы бүгін қазіргі таңда Қазақстандағы мүсін өнерінің дамуы жайлы жалпы аяқ алыс шора бір-екі сөз айтып кетсеңіз, сосын біртіндеп Данияр Сарбасовтың өнерін тоқталсақ. Жалпы мүсін өнері Қазақстандағы бейнелеу өнерінің күрделі әрі қызықты салаларының бірі. Бүгінгі заманауи оның бет бейнесі әрине әлі қалыптасу барысында, бірақ бастамасын сол академиялық мектептерден, кеңестік дәуірдегі мектептерден алғанын білеміз. Мүсін өнерінің көш басында өзіміз білетін Хакімжан Наурызбаев, Еркін Мергенов, Төлеген Досмағамбетов, сонымен қатар Ескен Сергебаев секілді тұлғалар тұрған болса, келесі қатарда бүгінгі осы Алматы, оңтүстік Астанамыз, немесе Астана қаласының бет бейнесін көркемдік мәдени қала орталықтарының қалыптасуына өзіндік зор үлесін қосқан Әділет Жұмабай, Нұрлан Далбай секілді және мүсіншілер өте көп. Жалпы енді мүсін өнері тек қана монументалды мүсінмен шектелмейді ғой. Сонымен қатар қондырғылы мүсін өнері бар. Яғни біз мұражай интерьерінен көріп жүрген мүсіндер бар. Олардың да жаңағы авторлары осы мүсін өнерінің Қазақстанның тәуелсіздік кезеңіндегі бүгінгі мүсін өнерінің дамуына өзіндік үлесін қосып, қолтаңбасын қалыптастыруда. Бірақ енді заманауи мүсін өнері туралы айтқан кезде әрине қиынырақ. Бізге мүсін деген кезде академиялық реалистік мектептің формаларында қабылдау үйреншікті, яғни ол бізге бір қалып болып қалған секілді. Ал заманауи формалары әрине енді ол әртүрлі материалдың синтезін, әртүрлі формаларға, абстракциялы мәнерлерге ауысуды көздейді. Бірақ сонда да жас суретшілердің ішінде осы екі басында біріктіріп, ұстап, оны тағы да ұлттық мазмұнмен байытып жүрген суретшілер қатары аз емес. Солардың бірі жаңағы өзіңіз айтып өткен Данияр Сарбасов шығармашылығы. Жас болса да өз шығармашылығында бүгінгі Қазақстан мүсін өнерінің дамуына өзіндік үлесін қосып, бір айтары бар екенін өзінің шығармашылық туындылары арқылы көрсетіп жүрген тұлға. Жаңа Данияр Сарбасов деп тұрсыз ғой. Сол суретші жалпы қандай жанрда жұмыс істеген, қандай жанрда мүсін жасаған, негізінен тақырыбын ретінде қандай туындыларына қандай тақырыпты арқау етіп алған негізінен? Жалпы мүсін өнерінің негізгі зерттейтін нысаны бұл адам. Адам және адамның қоршаған ортасы. Бұны біз барлық мүсін туындыларынан байқап жүрміз, бірақ соның ішінде көп мүсіншілер қалам тарта бермейтін тағы бір жанр бар, бұл анималистік жанр. Данияр Сарбасовтың шығармашылығына осы анималистік жанрға тоқтауы, сол анималистік жанрдың үлгісінде өзіндік көркемдік шешімдерін қарастыруы тән. Сондықтан да Данияр Сарбасов өзі осы мүсін мамандығын кәсіби тұрғыда меңгеріп бітіргеннен кейін 2015 жылдан бастап тек қана жаңағы көп мүсіншілер секілді тапсырыспен ғана кетіп қалмай, шығармашылығын қоса алып келе жатыр. Сол шығармашылығында анималистік жанрда негізгі қарастыратын. Кешіріңіз, анималистіктен түсіндіріп кетіңізші, ол не нәрсе? Анималистік жанр дегеніміз бұл мүсін өнерінде, жалпы бейнелеу өнерінде жан-жануарлар әлемін қарастыру. Жан-жануарлар әлемін қарастыра отырып, оның психологиясы, эмоционалдық жағдайы, композициялық құрылымы арқылы әртүрлі әлеуметтік, тарихи дүниелерді тарқата беруі мүмкін. Оның астарында жаңағы мифологиялық сюжеттер де жатуы мүмкін. Бірақ негізгі кейіпкер бұл жануар болады.
жаңа айттыңыз ғой, жалпы жан жануар, жылқы, оның ішінде жылқы сияқты. Мен ана зерттеп жаңа қарадым, оқып. Сол кезде еркіндік деп көрме өткізіпті. Бірақ негізінен жаңағы сіз айтқандай жылқының жаңағы бәйгі атын бар, басқа жаңағы пырақ бар, қанатты жылқы. Солар жасаған екен негізінен мүсінді. Иә. Данияр Сарбасов осы анималистік жанрда жұмыс жасай отырып, негізінен көбінен жылқы бейнесіне көп тоқталады. Бүкіл шығармашылығының бүгінгі күнге дейінгі қалыптасу барысы жылқы образымен байланысты десек те болады. Яғни суретші өзі айтқандай, жылқы менің жаныма жақын дейді. Жылқы жануарын жалпы жақсы көремін дейді. Сондықтан жаңа 2015 жылдан бастап ақырын шегініп көз тастайтын болсақ, шығармашылығына біз ұдайы әртүрлі натуралистік бағыты болсын, романтистік бағыты болсын, біз жылқының бейнесін үнемі кездестіріп отырамыз. Сол жылқы образында ол әртүрлі мәселелерді тарқатуға тырысады. Яғни жылқының сұлулығы, жылқының қасиеттілігі, оның жаңағы жылқы образының астарында тарқатылатын еркіндік ұғымдары, яғни осының барлығын суретші сол өз шығармашылығында бір жылқы арқылы тарқатуға тырысады. Одан бөлек жаңағы бұқа образы бар, бұғының бейнесі бар, және де біздің тарихи жаңағы дүниетанымызбен, аңыз әңгімелерімізбен байланысты ашина образы, яғни қасқыр бейнесі де құртқа деген жұмысы арқылы көрініп жатады. Ол жаңағы сіз айтып отырсыз ғой, жылқы деп. Жылқы болғанда ол жай ғана жылқы емес, жаңағы фантастикалық образдағы пырақ дейміз ғой, қанатты ат, сондай бар, пегас, басқа да әртүрлі образ жасаған екен. Оның жалпы бір сыры неде? Ол сонда ол өзі фантастикасын қоса отырып жасаған кезде бір астарлы ой бір сондай жата ма соның негізі туындысында? Әрине, суретші жалпы мүсінші форма іздегенде, композиция құрғанда бұл көп ізденіс жұмыстарын жүргізеді. Бірақ енді жалпы суретшілер қауымы оның барлығын сөзбен айтып жеткізуге міндетті емес. Сол үшін олар шығармашылықпен айналысады. Сарбасовта шығармашылығының алғашқы кезеңінде сол жылқы образдарына кішкене сіз айтып кеткенде бір фантастикалық жаңағы шешімдер ұсынады. Өзінің қиялына жүгініп, оларды белгілі бір жаңағы қиял әлемінен келген бір бейнелер секілді қарастырылады. Бір жаңағы аңыз әңгімелердегі немесе ертегілердегі бір тылсым бір жаратылыстар секілді қарастырылады. Бұл оның сақ мәдениетін, сақ өнерін терең зерттеумен байланысты. Сол сақ өнеріндегі аң стиліндегі мүсіндеу әдістерін осы өзінің анималистік жанрда жылқы, бұғы бейнелерін жасауда кеңірек қолданып, соның әсерінен оның образдары бір қиялға жауап әлемнің бір жемісі сияқты көрініс табады. Яғни алғашқы кезеңіне осындай бір әдістер тән. Бұл суретшінің іздену барысын, іздену аясын көрсетеді. Бұл өте жақсы. Себебі суретші өзінің тұрған жерінің тарихына, өзінің дәстүрлеріне тереңірек үңіліп жатыр. Және соны бүгінгі көзқарас тұрғысынан заманауи бір шешімін қарастыруға қадамдар жасап жатыр. Ізденіс бар мүсіншіде. Яғни ол тек қана реализммен шектеліп қалмай, жаңа бір формаларды қарастыруға талпынып жатыр. Данияр Сарбасовтың бір нақты бір туындысын тоқталсақ, осының ішінде атап көрсетсеңіз, қандай туындысы бар, ол қандай мағынасы бар ол туындының? Жаңа айтып кеткеніміздей, Данияр Сарбасов шығармашылығында жылқы ол маңызды рөл ойнайды, және ол міндетті түрде сол өзі көрмесінің атын атағандай еркіндік тақырыбымен байланысты. Еркіндік біздің санамызда жаңағы жеңілдікпен ассоциацияланады. Сондықтан да осы орайда мен оның 2015 жылғы Пегас атты жұмысына тоқталғым келіп тұр. Пегас бұл қанатты жануар, қазақта біз пырақ деп айтамыз, мифологиялық жаратылыс, мифологияда кең қарастырылады, және бұл екі әлемнің байланыстырушысы, яғни осы әлеммен, ана әлемнің немесе рухани әлеммен, осы физикалық әлеммен. Яғни суретші осы Пегас бейнесі арқылы өзінің шығармашылығында еркіндіктің бейнесін жай жылқыға қарағанда осы қанатты жылқы арқылы кеңірек жеткізуге тырысқан сияқты. Бірақ алғашқы жұмысында жаңағы геометриялық өрнектік детальдар, стилизациялау барысындағы жаңағы элементтер көп болғаннан кейін бір қараған кезде стимпанкқа да жақынырақ келеді. Бірақ бұл жерде біз стимпанк дей алмаймыз, өйткені
мүсінші кәдімгідей жұмысты қатты материалға көшірмей тұрып, оның шығармашылық жаңағы образын іздеуде, оны жұмсақ материалда мейлінше ізденген. Және де қанатты бұл жерде біз мүсінші тұтас берсе егерде, ол ауыр салмақты болып кететін еді. Өзі мына жердегі темір сауытпен құрсауланған секілді әсер қалдыратын жылқының бейнесіне ана тұтас қанат одан бетер салмақ беріп, бұл жылқының ұшуын елестету қиын болады. Сондықтан да жаңағы темір сауытпен құрсауланған секілді әсер қалдыратын стилизацияланған жылқының бейнесін енді осындай тесік ойықтардан тұратын қанаты бар бейнесі арқылы әрі қарай жетілдіреді. Сарбасовтың тағы басқа бір туындысына тоқтала кетсеңіз енді, нақты былай фантастикалық емес, былай шынайы өмірдегі. Суретші шығармашылығында бір тақырыпқа қайта-қайта оралу ол қалыпты жағдай, яғни ол оның ізденіс барысын немесе уақыт өте келе сол бейнені, сол композицияны жаңаша шешімде қайта бір қарастыруға деген талпынысы ретінде талқыланады. Сондай жұмыстарының бірі құлагер тақырыбы. Құлагерді мүсінші 2017 жылы қанатты үлгіде қарастырып, 2022 жылы тағы да оның жаңағы реалистік шешімдегі үлгісін өзінің шығармашылығында тарқатып өтеді. Мысалы 2017 жылғы құлагер тақырыбына келсек, бұл жерде құлагерді қанатты тұлпар ретінде жаңағы Пегастың бір үлгісі ретінде қарастырады. Және де біздің жаңағы санамызда құлагердің тарихымен, құлагердің драмасымен ассоциация жасайтын сәт ол оның төңкеріліп жатуы. Яғни аяғы аспаннан келіп, басы төменге қарап төңкеріліп жатуы. Бұл оның құлагерге жасалған опасыздықпен байланысты. Біріншісінде сол стилизациялау, кейбір жерлерде өрнектік элементтерді қосу, қанатының өзін құс қанаты секілді ою өрнектің формасында шешуі реализмнен ауытқып, біраз стилизацияға қарай ойысқанын көрсетеді. Және де екі материалды пайдаланады. Қола мен алюминийді. Қанатын мысалы алюминийден жасайды. Сол арқылы біз екі материалдың жаңағы комбинациясын немесе полихромды шешімін көре аламыз. 2022 жылғы құлагері керісінше реалистік мәнерде шешім табады, бірақ бұл жерде де символизм басым, себебі суретші тағы да сонау сақ қоғамынан келе жатқан латын эсіне ұқсайтын формадағы композициялық күрделі бұрылысты көрсетеді. Мұнда да ассоциация төңкерілген жаңағы жылқының бейнесі арқылы шешіледі, бірақ төңкеріліп жату бізде жаңа айттық жағымсыз әсерлер оятады. Яғни ол өліммен байланысты, құлаумен байланысты. Данияр Сарбасов жылқының соңғы үмітін, яғни ажал құшар алдындағы үзілер үзілмес үмітінің сәтін бейнелейді. Сондықтан да ол құлап, денесі қалыпсыз жағдайда айналып, бұратылып жатса да, оның басын алдыға қарай ұмтыла көтерген күйінде сипаттайды, және оның денесінен шығып бара жатқан жанын құйрығы арқылы жоғары қарай көтеріліп, құйрығының ұшынан әрі қарай жалғасып ұшып бара жатқан құс арқылы жеткізеді. Сондықтан да жаңағы символизм бар деп жатқаным. Бұл жерде трагедия, драма, форма арқылы да, және де сол форманы көрерменге көркем жеткізу арқылы өте ұтымды шешім тапқан. Келесі бір қызықты әрі ұтымды жұмысы, және өзінің былтырғы көрмесінде афишасына жаңағы бейне болған жұмысы, еркіндік деп аталатын туындысы. Бұл жұмысты да мүсінші өте қызықты шешкен. Алдынан қарасаңыз мүсіннің, қондырғылы мүсін ғой, шағын. Алдынан қарасаңыз қанатын жайып, қазір сіздің алдыңыздан самғап ұшып кететін секілді әсер қалдырады. Енді жұмысты сіз айналып жүріп жан-жағына бұрылып келіп қараған кезде, бұл жерде сіз бүркіт пен жылқының арпалысын көресіз. Яғни жылқының арқасына тырнақтарымен келіп жабысқан бүркімен арпалысу үстіндегі жылқының бір жаңағы күрделі әрекеті шешім тапқан. Сонда мүсінші бәрін, суретші жалпы кез келген туындысында барлығын көрерменге сөзбе-сөз айтып беруге міндеттейміз. Ол жерде айтылмай қалған бір құпиялық қалу керек. Және соңғы шешім бұл көрермен тарапынан болады. Яғни суретші өзі туындыларында сондай бір әдістерді қолданады. Себебі көрермен ойлану керек туындының алдына келген кезде. Ой талқы жасау керек. Және соның бір өзіндік
тұрғысынан қорытындысын немесе шешімін қарастыруға тырысу керек. Осы мақсатта мінекей мүсіншілер жаңағы айтылмай қалған әсерді әртүрлі ракурста қарау арқылы да жеткізеді. Мына мүсінді мысалы көрмеге барған кезде кіріп кеп қарасаңыз тура алдынан ғана көресіз, бірақ енді мүсінді айналып келіп тамашалайтын болсаңыз, ол жердегі арпалыс пен тартыстың әсерін көресіз. Суретшінің жылқыдан басқа тағы қандай туындысы ерекше айтып көрсетуге болады? Сіз қайсысын ерекше деп айтар едіңіз осы? Иә, суретшінің шығармашылығының негізгі тақырыбы жануарлармен және жылқымен байланысты болғанмен, әрине ол өзіне қызықты тақырыптарға да ойландыратын тақырыптарды да қарастырып отырады. Солардың бірі көненің бірлігі деп аталатын жұмысы. Бұл жерде қазақ халқының бүгінгі күнге дейінгі жеткен жетістіктерінің барлығы бірліктің арқасында екендігін айтып кетуге тырысқан секілді. Себебі барлық жебелерді бір бумаға буып көрсетеді де, сол арқылы әрбір рудың, әрбір жаңағы сол рудың ішіндегі жүздің ішіндегі рулардың бөлініп бытырап кетпей, сол бірліктің арқасында, бір ауыз сөзге тоқтағанның арқасында, үлкеннің сөзіне тоқтағанның арқасында осы күнге жеткендігін бір өзінің жаңағы символикалық манера арқылы көрсеткен секілді. Бұл жерде де әрине егер де мүсінде барлығын тым түсінікті ете берсе, ол суретші үшін де көрермен үшін де қызық емес. Сондықтан да автор көрерменге жеткізудің жаңағыдай бір қызықты жолдарын қарастырады. Бұл жерде әрбір жебе, әрбір тұлға, әрбір адам, бірақ ол белгілі бір бірлік үшін немесе ортақ идея үшін бір қоғамға бағынуға міндетті, немесе бір жүйеге бағынуға міндетті. Бұл жердегі сол жүйеміз оралған, буылған жаңағы сыртындағы арқаны, ал сол қоғамның ішінде жүйеге бағынғысы келмейтін дүниелер адамдар болады, немесе кейіпкерлер болады. Сондықтан да бір жағынан композицияға сәл қозғалыс беру үшін, композицияның құрылымын қызықты ету үшін бір жебені жаңағы бумадан шыққысы кеп тұрған секілді жаңағы тыс бейнелейді. Сол арқылы да бірақ қоғамдық кейде идеологиялар дейміз, стереотиптер дейміз, немесе тағы да басқа заңдар дейміз, жүйелер дейміз, оған ондай мүмкіндік бере қоймайды оңайлықпен босап шығуына. Сондықтан жұмысты әр жағынан талқылауға болады. Бұл көрерменнің танымына, талғамына қатысты дүниелер. Саясат жағынан талқылағыңыз келе ме? Саясат жағынан талқылаңыз, оған да мүмкіндік береді. Тарих жағынан талқылағыңыз келе ме? Тарих жағынан талқылаңыз, оған да мүмкіндік береді. Сондықтан сол қорытынды айтылмай қалу нәрсесін сақтай алу суретшінің шеберлігінің, суретшінің кәсіби біліктілігінің бір өзіндік жетістігі. Тағы да Данияр Сарбасов жалпы енді өзінің шығармашылығында жаңағы мейірім деген өзінің қызықты жұмысын орындап шығады. Бұл жұмыс бір қараған кезде ана мен көп балалы ананың мейірімі секілді әсер қалдырады. Өйткені ортада ананың сондай бір образы шешім тапқан, оның маңайында жаңағы балалары орналасқан, әртүрлі жастағы, әртүрлі жас ерекшелігіндегі. Бірақ суретшінің өзімен сұхбаттасып, оның түпкі мазмұнын ұғуға кейбір жұмыстарда суретшінің өзімен де сұрау керек. Себебі ол белгілі бір идеяға, белгілі бір мазмұнға немесе сюжетке жүгініп жұмыс жасады ғой. Осы орайда суретшінің өзімен сұхбаттасқан кезде мен ұлы отан соғысы жылдары кезеңіндегі көптеген жетім қалған балаларға пана болған аналардың осындай керемет дана образын бейнелегім келді дейді. Яғни ол даналықты біз көбінде әсіресе біздің қазақ қоғамында кимешек киген кейуана жасындағы ананың бейнесімен салыстырмалы түрде қарастырып жатамыз. Бірақ бұл жерде ананың бейнесін Сарбасов жаңағы мейірім арқылы көрсетеді, даналық арқылы емес. Мейірім. Яғни бұл жерде әр ұлттың баласын бауырыңа басу үшін бір даналық жеткіліксіз. Ол үшін сенің жүрегіңде мейірім болу керек. Сол мейірім тек қана өз балаңа, ол кездегі қоғам тіпті қиын, соғыстан кейінгі аш-жалаңаш қоғам, бірде бар, бірде жоқ. Сол қоғамда өз балаңмен қоса өзге ұлттың да баласына ие болып пана болу, бұл
жүрегінде мейірімі бар, адамгершілігі жоғары адамдардың, аналардың қолынан келетін, ескеріп айтатын, құрметтеуге тұрарлық жағдайлар деп, соны бір өзімнің шығармашылығымда қарастырғым келген деп, соның нәтижесінде осы жұмысымды жаңа жасап шықтым деп өзі анықтама, түсініктеме берген болатын. Енді кішкене сұхбаттасу барысында. Әрине, тек қана қондырғылы шешім емес, оны сонымен қатар монументалды туынды ретінде де қарастыруға болады, саябақтарға қоюға болады. Сол арқылы мына өскелең ұрпақтың санасында осындай бір жанашырлық, мейірім, адамгершілік жаңағы сезімдерін тәрбиелеуге әбден болады. Себебі монументалды мүсін ең басты міндеті танымдық қызмет атқару ғой. Яғни сол үшін де суретшілердің жұмысын, жалпы мүсіншілердің жұмысын жан-жақты қарастыруға болады. Енді Сарбасовтың шығармашылығындағы, Даниярдың шығармашылығындағы әйелдер бейнесіне де келіп қалған екенбіз. Данияр тек қана ананы жаңағы мейірімнің көзі ретінде ғана қарастырмайды. Тарихта белгілі көптеген батыр аналарымыз болған, батыр қыздарымыз болған, солардың барлығының жинақ образы ретінде өзінің Амазонка атты жұмысында батыр, қайсар жаңағы әйел образын қарастырады кеңірек. Бұл жерде біздің байқайтынымыз Даниярдың алғашқы сақ мәдениетінен сілтеме жасайтын, немесе реалистік мектеппен жаңағы мектептің үлгілерімен шешім табатын мәнерінен сәл ауытқып, енді жаңаша үлгілерге қадам басқанда байқаймыз. Дегенмен бұл жерде Сарбасов Амазонканың, яғни батырлық, ержүректік, қайсарлық әрекеттерінің барлығын дене бітімі арқылы ғана емес, садақ тартқан бейнесі арқылы, көкке қарай садақ тартқан, көкке садақ тартқаннан кейін ол қайда құлайды, оны да ойлану керек. Және де ерекше бір атап өтетіні, тарихтағы сол амазонкалардың садақ тарту үшін, кедергі етпес үшін жаңағы бір омырауын кесіп тастайтын жағдайында осы жерде символикалық тұрғыда көрсетіп кетеді. Образ тағы да жинақ образ болғаннан кейін бұл жерде бір танымды, сұлу, сымбатты әйел адамның бейнесі емес, батыр әйелдің, қайсар адамның бейнесі қажет. Сондықтан да композицияда жаңағы бұрыштар айқын көріне бастайды. Ол бастың бейнесінде шаш жедел жерге қарай төгіліп тірек қызметін атқаруында, және де дәл сол қимылды қайталап аяғының жаңағы жерге тіреп тұрған үлгісінде де жаңағы тұғыр секілді мызғымайтын жаңағы форма секілді шешім табады. Жоғарға бағытталған садақтың бейнесінің бір қараған кезде садақ екінші жағынан қанат жайған құс секілді де қабылдануы осы оның ержүректік, қайсарлық болмысымен сабақтасып жатады. Жалпы мүсін өнерінде негізінде форма сөйлейді ғой, бізге пішін сөйлейді. Яғни суретші оны силуеттік жағынан, барлық жағынан сөйлете алу керек көрерменге. Кескіндемені көрерменге тамашалап, талқылау жеңілірек, өйткені ол жерде сюжет, оқиға, түс арқылы шешім табады. Ал мүсінді көп көрермендер, әсіресе тіпті осы өзіміз сияқты өнертануға енді келіп оқып жатқан студенттердің өзі алуға қорқады. Себебі жаңағы бір форманы сөйлету қиынырақ. Жаңа қарап отырсам, Сарбасовтың шығармашылығында мәңгі өзек тақырыптарды арқау еткен екен. Жаңа мейірімде отырсыз, мына амазонкаңыз бар, басқа да жылқылар бар. Ешқашан өлмейтін, өшпейтін мәңгілік тақырыптар ғой. Енді тағы бір ерекше атап өтетін бір туындылар бар ма? Өшпейтін, өлмейтін өміршең тақырыптар мүсіннің барлық кезеңінде, барлық суретшілердің шығармашылығында да, мүсіншілердің шығармашылығында да көрініс табады ғой. Сол тақырыптардың бірі жалпы өмір тақырыбы. Бәрімізді де ойландырады, сол сияқты ол суретшіні де ойландырады. Осы ой толғау нәтижесінде жарық көрген туындысы ғұмыр деп аталады. Ғұмыр туындысы жалпы көптеген жаңағы антропоморфты адам тектес бейнелердің құрандысы, ол құралып келіп күнге ұқсайтын немесе ағашқа ұқсайтын пішінге ие болады. Сөйте тұра біз өмірдің ұғымында мысалы мифологияда әлем дарағы деген түсінік бар,
яғни өмір ағашы, әлем дарағы, бұл жаңағы өмір туралы үштік ұғымды, яғни өмір ол тоқтап қалмайды деген мағынада ғой. Бұл өмір барысындағы өмір, немесе келесі өмір бар әрі қарай жалғасатын. Сондықтан да сол бейнеде тарқатсақ та болады, немесе жаңағы өмір сыйлаушы бір осы өмірді күнсіз елестету мүмкін ба? Мүмкін емес. Күн жоқ па, жарық жоқ па, мына қараңғы әлем бізге үрей. Сондықтан да сол бейнеде де тарқатуға болады. Метр ұқсайды екен. Сондықтан да сол ғұмыр неден тұрады? Адамдардың саналы өмірінен тұрады. Сондықтан да сол ағаштың болсын, күннің болсын бейнесін суретші енді көптеген адамдардың әртүрлі бағыттағы, әртүрлі жас ерекшеліктегі, әртүрлі позадағы адамдардың жаңағы дене бітімдерінің қозғалысынан жинап шығады. Яғни бұлар салмақсыз, жұқа жаңағы пластинка секілді жасалғанда қалықтап баратқандай, ұшып баратқандай әсер қалдырады, бірақ құлау сезімі байқалмайды. Сондықтан да бұл жерде де автор өмір тақырыбын қарастырғанда өлімді де соншалықты трагедиялық тұрғыда қабылдамайтынын байқауға болады. Данияр Сарбасов тек қана қондырғылы мүсін өнерімен ғана шектеліп жүрген жоқ, себебі оның біз монументалды мүсін өнеріндегі біршама туындылармен таныспыз. Мүсінші үшін тек қана қондырғылы жұмыстар жасау әрине қызықты ғой, ол ішкі жағдайын, рухани жаңағы көңіл күйін, әсерін, эмоциясын көрсетумен байланысты болса, сонымен қатар монументалды формаларды да жұмыс істеп көру өте қызықты. Осыған байланысты біз Данияр Сарбасовтың мысалы Алматы қаласы Алтынсарин көшесінің бойында орналасқан Ыбырай Алтынсаринге арналған толық тұлғалық тұрып тұрған асқақ мүсін көре аламыз. Ескерткішін. Сонымен қатар Астана қаласында Әл-Фарабидің мүсінін орнатты. Яғни бұл жерде Әл-Фарабидің образын шығыс ғұламаларының бейнесінде тарқатып шығады. Сонымен қатар Дінмұхамед Қонаевтың толық тұлғалық мүсінін Тараз қаласында орнатып, өзінің жаңағы авторлық бір шешімін ұсынған болатын. Және де мына Республика сарайының жанындағы саябақта Данияр Сарбасовтың қолтаңбасына тиесілі шәмшінің саябақта отырған саябақтық мүсіні де көрерменнің көзайымы болып жүр. Яғни бұл мүсіндердің барлығы суретшінің ізденіс аясының кең екенін, үнемі жаңаға тек бір бағытта, бір жанрда, немесе бір тақырыптарда ғана шектелмей, жан жақты ізденіп жүргенін көрсетеді. Жалпы осы бүгін міне Данияр Сарбасовтың шығармашылығын енді кеңінен тарқатып айтып бердіңіз ғой. Қазір енді дәл қазір осы бағыт жұмыс істеп жатыр ма, жоқ тағы да бір тақырыптар қосып бір енді осы қорытындылап кетсек тақырыпты осы бағдарламаны? Қазір шығармашылықпен белсенді түрде айналысуда. Осында мемлекеттік тапсырыстар болса, әрине ол мүсіншіге үлкен мүмкіндік, өзін танытудың, өзін көрсетудің. Сондықтан былтыр ғана оның көрме жасағанын айтып өттік. Мүсіншілер тарапынан, әсіресе жас мүсіншілер тарапынан 30-ға жуық шығармашылық жұмыс дайындап көрерменіне ұсыну, бұл үлкен жетістік. Және де сол көрмесін енді Данияр Сарбасов болашақта өзінің туған жері Павлодар өңірінде жалғастырмақшы, яғни өзінің жерлестеріне көрсетіп шығармашылық барысымен бөліспекші. Демек, мүсінші ізденіс үстінде, жұмыс барысында. Ол әлі жас болғаннан кейін әрине оның тақырыптары болашақта тағы да өзгере жатар. Бірақ оны біз кейінгі шығармашылығы арқылы байқаймыз. Тек қана оның шығармашылығын тоқтап қалмай, осылай үнемі ізденіс үстінде жемісті даму барысында болуына тек тілектестік білдіре аламыз. Жалпы өзі сол оқыдым, Баянауылдың тумасы. Академиктер мекені дейді, таланттар бесігі деп жатыр. Жалпы мүсінші сонда енді соңғы сұрақ, мүсінші болу сонда оқи ма, арнайы жоқ, қаншалықты былай енді қиын, әлде суретші, келген суретші мүсінші болды ма? Мүсінші болу үшін арнайы кәсіби білім алғаны өте абзал, себебі жаңа айтқандай кез келген суретші мүсінші бола алатын шығар, егер талаптанса. Бірақ кескіндемеде бұл композиция тек қана бір жақты шешіледі. Ол фронтально дейміз, себебі біз кескіндемеде шындықтың иллюзиясын көреміз, шынайы өмірдің, кеңістіктің иллюзиясын көреміз. Ал мүсінші оны кеңістікте орнатып жасайды ғой.
Сондықтан да суретші мүсінмен айналысқысы келсе, сол жұмыр дүниені жан-жақты шешудің қыр-сырын меңгеру керек. Ал оны мүсінші арнайы кәсіби білім алу барысында оқып үйренеді. Бұрын 5 жыл оқитын болса, қазір 4 жыл оқып, оны колледжден кейін жалғастырады. Өйткені колледжден кейін келгені абзал. Суретші, мүсіншіге, әсіресе суретшіден бұрын мүсіншіге сурет салуды академия қабырғасында үйреніп отырғаннан гөрі, ол оның әліппесімен колледжде танысып келіп, академияға келгенде одан да күрделі тақырыптарда, одан да күрделі шешімдерде жұмыс жасауды игергені жөн. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі Қаламарт жобасы өз мәресіне жетті. Біздің арнаға тіркеліп, лайк басып, осы бағдарламаға пікір жазуды ұмытпаңыздар. Бізбен бірге студияда болған Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының аға оқытушысы, өнертанушы Зухра Асылбекқызы. Көп рахмет сізге. Сізге де рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.